арнама қош келдіңіздер. Міне Наурыз мерекесі де жақындап қалды. Осыған орай дастарханыңыздың сәнін келтіретін киіз үй жасаудың жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Менің басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр илейміз. Ол үшін жылы сүт, жылы су, тұз және дәміне қарай қант қосамыз. Одан кейін ашытқы және бір жұмыртқа қосамыз. Ерітілген сары май немесе сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ең соңында жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басуды және арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келе жатқан Наурыз мерекелеріңізбен үйлеріңізден береке кетпесін және жаңа